Баршаңызға сәлем достар, біз бүгін балды сан тортын жасайтын боламыз. Өте оңай рецепт. Ең алдымен бізге бал керек, содан соң 3 жұмыртқа, сары май керек, тұз, ас содасы керек және қант керек, содан соң електен үзілген ұн керек. Біздің ингредиенттердің барлығы бөлме температурасында болуы керек. Содан соң темір ыдысымыздың үстіне сары майды, қантты, балды салып аламыз да, барлығын жақсылап бір араластырып аламыз. Содан соң жай отқа газға қойып, массамыз толықтай ерігенше араластырып отырамыз. Тоқтатпай араластыруымыз керек. Содан соң массамыз ысы бастаған соң үстіне тұзды салып, тағы жақсылап бір араластырамыз. Содан соң массамыз ыстық болғанда үстіне соданы салып, тоқтатпай араластырып отырамыз. Соданы салған соң бізде реакция жүріп, массамыз 2-3 есе ұлғаяды. Содан соң оттан аламыз да, жеке ыдысқа салып, суытып аламыз. Біздің массамыз толықтай суы керек. Егер де біздің массамыз толық суымаса, қазір жұмыртқа салсақ пісіп қалуы мүмкін. Сол үшін массаны толықтай суытып алыңыздар. Суығаннан соң үстіне жұмыртқаны бір-бірден сала отырып, венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Бұл балды торттың корждары өте оңай әрі ешқандай қиындықсыз жасалады. Егер домалақ балды торт жасайтын болсаңыздар, осы рецептпен де жасасаңыздар болады. Немесе сан қылып, немесе әріп қылып жасасаңыздар болады. Бұл массамыздың үстіне електен өткізілген ұнды аз-аздан қоса отырып араластырамыз. Ұнды бірден қосуға болмайды, өйткені қамырымыз бірден қатты болып, ұнды өзінің бойына сіңіріп алуы мүмкін. Сол үшін аз-аздан сала отырып араластырамыз. Ешқандай ұнның түйіршіктері қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Содан соң біздің қамырымыз осындай біркелкі әдемі қамыр болып шығады. Тым сұйық емес, тым қою емес болып шығады. Содан соң оны арнайы целлофанға немесе осы ыдысымен қоя салсаңыздар болады. Біз бұл массамызды қазір морозильникке 3-4 сағатқа жіберетін боламыз. Біздің массамыз кәдімгідей қатуы керек. Біздің қамырымыз қатқаннан соң бірдей етіп қанша корж пісіресіздер, сонша қылып бөліп аласыздар. Бірдей болу үшін біз таразыны қолданамыз. Содан соң орташа қалыңдықта жаямыз да, пергаменттің үстіне қойып, осындай цифр немесе әріпті кесіп алып, қызып тұрған пеште 180 градуста 8 немесе 10 минуттай пісіріп аламыз. Бұл қамырымыз өте тез піседі, сондықтан қарап тұрыңыздар, күйіп кетуі мүмкін. Барлық корждарымызды пісіріп суытып аламыз. Енді крем жасауға кірісек. Ол үшін ыдысымызға салқын болып тұрған творожный сырымызды саламыз. Оның үстіне сахарная пудраны салып, қасықпен езіп аламыз. Қазір ұнтағымыз шашырап кетпес үшін. Содан соң 1-2 минут миксерлеп аламыз. Енді бұның үстіне салқын сливкиді құямыз да, жай жылдамдықтан жоғары жылдамдыққа дейін көтере отырып миксерлеп аламыз. Біздің креміміз қоп-қою болуы керек. Тым қатты миксерлеудің де қажеті жоқ, тура осындай қалыпқа енгенде тоқтатамыз. Біздің креміміз дайын. Енді тортымызды жинауға көшейік. Осылай корждың астына жұқалап крем жағып аламыз да, подложкаға орналастырамыз. Кремді вупипа сияқты осындай шарик шығара отырып жақсаңыздар болады, немесе гүлді насатканың көмегімен гүл жасап крем жақсаңыздар болады. Әркімнің қалауы бойынша. Барлық тортты тура осылай әдемі қылып біркелкі етіп жинап шығамыз. Сосын тортты әртүрлі қылып өздеріңіздің қалауларыңызша сәндеп алсаңыздар болады. Тортты бір күн немесе бір түн холодильникке салып сіңдіруге жібересіздер. Содан кейін тортымызды жіберуімізге де болады. Мен торттың бетіне осындай шоколад жағып, әртүрлі шоколадтармен, печеньелермен безендірдім. Сіздер осындай шоколад жақпай-ақ үстіне қалған кремдерді құйып сәндесеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде тура осы рецептпен жасап көріңіздер, өте күшті болып шығады. Баршаңызға сәттілік.